регистрация өту керек. Регистрация өту керек. Хорошо, қоса беріңдер. Енді келесі мәселе мынау халықты жұмысқа алу. Ол да бір өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймын. Бүгінгі күнде біз тек қана специалистерді алып жатырмыз. Себеп жұмыс көлемі именно нақты мамандарға ғана неғанда жұмылдырылған. Бұны қазір біздің жоспарымыз бойынша ноябрь айында, октябрь айында қалай рұқсат қағаздарын аламыз, біз толыққанды іске қосамыз. Ол кезде мамандарды, жұмыскерлерді тарта бастаймыз. Бұл жерден алмаған себебіміз, бұл жерде біз біраз резюмелерді қарадық, алдық та берді. Макенде маған 3-4 резюме берген. Ол кісілерді шақырды да, айтты да, бірақ бізге мамандықтар келмеді. Разрабочий ғып, горнорабочий ғып, енді ала бастаймыз. Ноябрьдамыз. Оған өз жағынан кепілдік берген. Оның бір жағынан маған ыңғайлысы, разнорабочий дейміз мысалы, жай горнорабочий, пробщик деген нелер бар, проба көтереді. Енді аулау жұмыс, далада, поляда жүрген жұмыс. Бір себебінің жақсы, кез келген уақытта адам жұмысқа шықпай қалса, мына жерде Ақбақайдан, ауыл арасынан өзімізге шақыру жақсы. Оларды тасымалдауда, мысалы, Ту, Алматы, Мойынқұмнан автобус жолдар ашып, өздері мына жерден автобуспен әкеле салуға. Басқа енді тағы сұрақтарыңыз бар ма? Социалка жағынан айта кетейін, осы биылдыққа жоспарымыз бойынша басында айтқан тұрмыз, енді биыл шамалы жеңілдеу ғой, біраз қарыздардың бәрін жаптық. Көмір жағынан обязательство аламыз әкеттерге. Құландықпен сосын Қаражырмен өйткені біз өзімізді көмір тасымалдаймыз, өзімізге жылытуға. Сосын негізі аз қамтылған отбасыларына естіген шығарсыз, подарка біз беріп отырамыз әсінесі. Азық түлік, сосын осы жылма әйел қауымына 20-30 подарка бергенсіз. Аз да болса, көптеп өзіңіздер деп айтты, оның өзінде внимание дейді керек нәрсе. Басқадай жағынан, енді сіздерді түсініп отырмын. Біздің өзімізге де бұл жолды қирату невыгодно дейді ғой, мысалы, тиімді емес. Негізі, кен тасымалдайтын болсақ, зауытты қосатын болсақ, алдын ала келісім шарттарымыз бар. Біз өз тарапымыздан инертті материал дейді ғой, ямаларын жабуға. Ақбақайдың алтынамасының өзіне кіріп, олар техника білсе, біз инертті материалды тасымалдаған мәшинені тасып отырсақ. Былтыр бастады ғой Ақбақай, күн төсек. Сонда біраз қонақ қаламыз, тура қайтамыз сонда. Өйткені біздің де көлігіміз өзінде келіп қайтам 1 сағат жүретін жолды кейде 3 сағат жүрміз. Еще мысалы мына халық, мамандар микроавтобуспен почти 3 сағат жүреді. Ол да бізге де тиімсіз. Жол мәселесін қолға алу үшін бұл мекеме жүру керек. Біз айдаладан келіп жатқан жоқпыз. Инвестор да осы Қазақстандікі. Сіздер бір нәрсені түсініңіздер. Бұл жерге құйылған ақша далаға кетіп жатқан жоқ. Ол осы Қазақстанда қалады. Егер мысалы Қытай басқа бірдеме келсе, осы жерде өзбектер істеп жатса, қырғыздар істеп жатса, немесе орыстар істеп жатса, онда оған шығуған болады. Екіншіден, мәселе жаңағы немаловажный фактор ғой. Бұл жердегі істеліп жатқан шаруаның бәрі, бұл жердегі істеліп жатқан іс-әрекеттің бәрі, менің шын айтсам, өз Қазақстан тумасы болғаннан кейін, ауылымыз қасында болғаннан кейін, артымыздан жаман артақ шықпау керек қой. Біз бүгін келіп, мына жерден апыр топыр шығарып, алтын алып кетейін деген емеспіз. Мысалы,
былтыр көктемде ме? Күздігүні біз Варваренко деген жерге барып келдік. Ол Қостанай облысында Комаровский рудник деген бар. Ол жердегі тура осындай зауыт тұр, одан үлкендеу алып. Тура осындай біз жасайын деп жатқан жоспарымыз бойынша карьерлер бар. 20 есе көп карьер үлкен. Жергілікті тұрғындардың бәрі сол жерде істейді. Ондай мамандарды олар да бір күнде бастаған жоқ. Жергілікті тұрғындарды ақындап тартып, оқу мамандырылған оқу орындарын ашып, сол жерден специалистерді. И тағы бір айта кететін жағдай, бұл жұмысқа тартылатын адамның тазалық болу керек. Енді бұл алтын не болғаннан кейін оған строго сотталмаған болу керек деген сияқты ғой. Сол ғана ол кез келген мекемеде сұрайды. Қалған уақытта мен айтып тұрмын, қарсылығым жоқ. Үйретіп аламыз, жақсылатып енді төңіректен айтып тұрмын, 70% төңіректен. Көбінесе алыстан келетіндер ол басшыларға. Ал сварщигіміз болсын, местный геологтар да бар істеп жүрген, жаңа келген специалисттер. Сіздердің мынау қазір істемейді да, Ержан Әлімханұлы, осы производственниктерді көре өтетін. Әкімнің орынбасары енді біраз келісім шарттарымыз бар тұр, оны орнатып береді. Бізді ең бірінші 3 жылдан бері істемейсіңдер деп айтады ғой. Оны аяқтан шалғанымыз айтып тұр ғой. Бұл мекеменің өте үлкен қарыздары бар. Өте үлкен қарыздар. Почти 600 адам жұмыс істеп кеткен, 600 адамның не пенсионкасы, не налогын істеген. Соның бәрі шарт. Оның бәрі жергілікті бюджетке жатыр. Сұрақтарыңыз бар ма? Бізде жаңағы халықтың ұсынысы бір екі мәселе ғана жаңағы кедергі 5-16 адамға дейін жұмыстар жүріп жатса, соға дейін адам алсаңыздар осы ауыл тұрғындарына. Өйткені шалғай деген уақытта егін шаруашылығы екінші мәселесі әлеуметтік жағынан не қылсаңыздар, көмектесіп тұрсаңыздар, осы ұлттық көп балалы, аз қамтылған деген сияқты, көмірмен деген сияқты сондай осы ауыл тұрғындарына кеше айтып жатқан дейді, өзінің ақылдасып ұсыныстары бар. Осы екі ұсынысты хаттамаға кірістірдіңіздер. Хорошо. Хатшы кім бізде жүрді? Хатшы отыр. Ана кісі отырады. Алия. Saat 11'de басталады. Осы екі ұсыныс бар ауыл тұрғындарына. Енді тірліктеріміз жүріп жатқанға бізде береке берсін, оны Алла баса берсін. Енді ауыл тұрғындары шалғай бергенде тұрғандықтан бізге алтынымыз бар, не бар. Көп ары кетсе бір 10 адам дейді, бірақ 5 адам шығар ары кетсе. Соның жұмысы қамсыз. Осы уақытқа дейін біздің Ақбайдың ауылының бір адамы жұмыс істеген емес та ғой. Кеше бір естіп қуанып қалдым. Осы мәселеден қатар осы екі мәселе бойынша деген хаттама өткізіп, осыған нерсеңіздер. Оны былай істеуге дұрыс болады. Сіз кімде жұмыс істеймін деген құлшынысы бар жігіттердің бәрін осы уақыттан бастап түйіндемелерді жинаңыз. Сосын түйіндемелерді жинаңыз, солай дұрыс болады. Біз оның бәрін қазір адвокатқа берейік өзіміз. Ол кісі әрқайсысымен егжей-тегжей несін, сөйлессін, собеседование өткізсін. И біздегі қазір бүтін кіріп кететін сөз. Осы уақыттан бастап жинап өткізе беріңіздер. Өткізіп, қалай вакансия ашып отырады. Ана кісінің айтқанын естіді ғой, бұл кісілер уәде береді, қайта береді деген. Бос уәде емес, қағазға түсіріңіздер. Мен бүгіндікке осы Ақбақай ауылына уәде беріп істемей қойып деген ондай шара болған шындап
кеше айтып отыр, техника бермедіңдер, бүйтіп. Техниканы мен айттым ғой, ана жоқ алыңыздар. Бірақ біздің жете алмады ғой осында техника. Макин мен білемін, звондады. Сосын бір транспорт прокуратурадан звондады. Мына жерде жол шайған кезде. Сол кезде біздің өзімізден техника шыға алмай қалды, екі орта шайып кетті. Біз оны бір апта жүрдік. Алдағы уақытта жұмыстарыңыз жүріп не болса, жұмыстарыңыз сәттілік тілейміз, бірақ біз көрші ақысы қиын дейді ғой. Көрші болғанмен, көршінің ақысы болса, өзің топ болсаң жүйкесі жоқ дейді. Иә. Анау ұры, мынау ұры деп әйтеуір біздің мына жақта не болады да, шеттетіп кішкене. Бірақ дегенмен де тіркеу барағына барлықтарыңыз тіркелдіңіздер ғой, иә? Сіз зарегистрировались. 11 болды ғой, иә? 11-де өңірге бастадыңыз. болған жоқ, 2 минут қалды. Қазір өкпірі қандай ма олар? Не, қоғамдық тіркеу барағына 13 адам зарегистрировались. Бір адам онлайн отырып болады деген. 13 адам ма? Иә, 13 адам зарегистрировались. Жергілікті Жергілікті тұрғындар үшеу. Мен Потом с комитета тоже нужно, почему только вы можете позвонить? Ага, все, мы тогда можем. Так, а ВПР подключится? Почему без комитета никого? Ну и ладно, ничего страшного. Письмо официальное я им направила, все есть у меня. Так. Откройте и сверните. Онда ОПР қосылған жоғары ОПР. Ну как кусать, а Жылдардың болады. Сонда Күйші қапи, айдайынша. Яғылай сөйлей беріңіз. Кішкене не қылса, голос бәрі өшіп қалған жоқ қой, нормально. қайын сесетін болса. Өшіп қайда қоса бермейді, сөйлесің бе? Жоқ, қоса беріңіз. 12 минут болды. Ештеңе етпейді. Да, сөйтіп, айта беріңіз. Саламатсыз ба, құрметті ауыл тұрғындары, қоғамдық жиынға қатысушылар. Менің есімім Мақсат Амантай Бейбітұлы, Ақпай ауылы әкімі органының бас маманы. Қоғамдық тұлғалардың өткізуге қағидалардың 21 тармағына сәйкес қоғамдық тұлғалардың төрағасы боламын. Осы қоғамдық бөлінетін қоғамдық тұлғалар регламентін бекітеміз. Сіз өзіңіз сұрақтарыңызды, ескертулеріңізді және ұсыныстарыңызды регламент бойынша қатаң түрде қоя аласыз. Қоғамдық тыңдаулар аяқталғаннан кейін келіп түскен ескертулер мен ұсыныстар қабылданбайды. Бүгінгі 2025 жылдың 27 маусымда өнімділігі 300 мың тонна құрамына бар кендерді өңдеу үшін қалдық қоймасы бар шаңды шаймалау техникасы бойынша алтын өндіру фабрикасы салу жұмыс жобасы талқыланушын болады. Қоғамдық тыңдаулардың өткізу қағидаларына сәйкес хатсыз сайлау қажет. Хатшы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын сапалы жасауына жауапты болады, оған қол қояды. Сондай-ақ 2 жұмыс күнінің ішінде бірыңғай экологиялық порталға жүктелуін қамтамасыз етеді. Сайланған хатшы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын қоғамдық тыңдаулар қағидаларының 27-28 тармақтарына берілген мерзімдермен дайындамаған жағдайда хаттаманы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жергілікті атқару орган өкілдері дайындайды және қол қояды. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысы сайлауды ұсынамын. Сайлауға Рамазанова Алияна. Кім қарсы, кім қарсы? Яғни құрметті ауыл тұрғындары, күн тәртібін ұсынамын. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 15 минут. Баяндаманы талқылауға 10 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың
ескертулер мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезінде қоғам тыңдаулары қатысушылардың ескертулер мен ұсыныстарына жауап береді 15. Қоғам тыңдауларды қорытындылау 5. Берілген уақытпен келісемін дегендеріңіз қолдарыңыз көтеріңіз. Bir ауыздан келісіп отырсыздар. Құрметті жиынға қатысушылар, құрметті ауыл тұрғындары, енді сөз кезегін біз баяндамашыға береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті Ақтоғай ауылының тұрғындары және әкімшілік ұжымы және де қоғамдық тыңдау қатысушылар, баяндаманы бастауға рұқсат етіңіздер. Өнімділігі 300 мың тонна құрамыз. Баяндамашы технолог Хантау Минералс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы технолог Хамза Берқазұлы. Өнімділігі 300 мың тонна құрамында алтын бар кендерді өңдеу үшін қалдық қоймасы бар шаңды шаймалау технологиясы бойынша алтын өндіру фабрикасын салу жұмыс жобасын ықтимал әсерлері туралы есебінің материалдары бойынша қоғамдық тыңдаулар жоспарланған іс-шараның бастамашысы Хантау Минералс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 72 бабы экология бағалаудың ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа 2 қосымша Қазақстан Республика экология министрлігінің 2021 жылы 30 шілдедегі 280 бұйрығы қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын айқындау туралы және немесе көзделіп отырған қызметінің әсер ету стрингін айқындау туралы 2025 жылғы 4 наурыздағы қорытындысы. Және суреттегі картада көрсетілген осы біздің алтын қорыту зауытының жоғарғы Андасай учаскесі бұл жерде белгіленген. Өздеріңіз көріп тұрғандай көрсете кетейін. Мына қазіргі данный картадағы осы участок. Қазіргі Ақбақай ауылымыз бізден 15 км шақырым жерде орналасқан. Шу қаласы 80 шақырым жерде орналасқан. Балқаш өзені 85 шақырымда орналасқан. Және де келесі кен орнының құрамында алтын қора кендердің өндіру кезіндегі алтын өндіру фабрикасының технологиялық сызбасын мынандай суретін түсіндіруге дейін. Мына суреттегідей кен орнына дайындалып алып келген зауыттың алаңына одан кейінгі жұмыс погрузчик және трактор жұмысы ол кенді алып дайындалып бункеріне кенді салады. Бұл дайындау бункерінен кейінгі келесі түсетін тасымалдауы, тасымалдағыш дейміз, ол питатель. Одан кейінгі түспен питательден кейінгі бізге тас үгіту диірмені, ол шөп өндіріліп СМД 110 модельді маркасы. Осыдан шыққан өнім 53-ке түседі. 53-тен түскен үлкен тастарды келесі бізде беріледі. Ол түйінді 1200-лік марка бар. Одан кейінгісі екінші 53-іміз бар. Ол 53-тен шыққан тоже үлкен кенді екінші бізде Бразилия дейміз. Кенді 1750-лікке түседі. Одан шыққан өнім бізге сақталу бункері, дайындау бункері. Содан кейінгі одан шыққан материалымыз, өніміміз бізге түседі диірменге. Бізде 2-де 7-де 3-6 диірмен, біріншісі, екіншісі 2-де 1-де 4 диірмен. Бірінші диірменнен шығады өнім, одан кейінгі ұлттақтанмаған өнім екінші диірменге келеді. Екінші диірменнен шыққан өнім бізде гидроциклон дейді. Бұл жерде өнім сол екі бөлімге бөледі. Дайын материал, одан кейінгі келесі қайталап өту жұмысына екінші диірменге жіберіледі. Дайын өнім бізде қойылған тұшқа келіп түседі.
бұл қойылатқышқа түскен материалымыз астына қарай түсіп, үстіңгі су бұл қайталанып алдыңғы жобаға қарай жұмысын атқара береді. Қойыланған материалымыз біздің сәйнітпен ерту, алтын ерту чандарынан келеді. Ол бізде 253 чанымыз бар. Ол чандардан шыққан материалдарымыз келесі алтынды отырғызу чандарына бөлінеді. Ерген алтынды бізде көмір, артивилиум угль дейміз, көмірге отырғызылады. Осы 8 чаннан өткен бүкіл өнім, одан шыққан қалдық материалдар насос арқылы қалдық қоймасына өтеді. Ал отырғызған алтын өнім және көмірдегі өнімді біз диссорбция деген өзі аумақ бар, содан алтынды отырғызып қайтадан балқыту жағына жібереміз. Пайдалану кезіндегі ластаушы ауа бассейні, пайдалану кезіндегі ластаушы заттардың бөлінудің негізгі көздері мынадай өндірістік учаскелер болып табылады. Шағын кен қоймалары, ұқсату сұрыптау кешені, ДСК, гидрометеорологиялық цех, блок модульді қазандық, зертхана, объекттің пайдалану кезеңіндегі ластаушы заттардың шығарындылардың жылжымалы көздері ескере отырып 696,2 тонна, стационарлы көздердің жылына 695 тонна. Барлық есептеушілер Қазақстан Республикасында бекітілген Қазақстан Республика есе айырысу әдістерінде бойынша орындалады. Құрылыс және нысанды пайдалану кезеңінде атмосферадағы ластаушы заттардың таралуын есептеудің нәтижелерін талдай отырып, тұрғын үй аймағы мен шекарада ластаушы заттар шекті рұқсат етілген концентрация асып кетпейді. Ластаудың максималды деңгейіндегі санитарлық қорғау алаңында немесе жақын жерде құрылады деген қорытынды жасауға болады. Атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі іс-шаралары, құрылыс кезіндегі техникалық жарамды машиналар мен механизмдерді қолдану, әзірленген топырақ пен қоқыстарды арнайы бөлінген орындарға шығару, автокөлікпен тасымалдау кезінде топырақ пен қоқысты жағу, шаңды басу ұйымдастыруымен жер жұмыстарын орындау, жер беттерінде ылғалдандыру, пайдалану кезеңіне, жыл мезгіліне технология жолдары және қалдық қоймасының сыртқы беткейлерінде шаңды басу, жер жұмыстары, автокөлікпен тасымалдау жұмыстарын орындау кезінде шаңды басу, санитарлық қорғау аймағы шекарасында аспаптық өлшеулерді жүргізуге асыру, технологиялық процестегі реагенттердің шығынын бақылау, автокөлікпен тасымалдау кезінде материалдарды жабу арқылы шаңды басу, байыту қалдықтарын су қабатының астында сақтау, бұл қалдық қоймасының шаңның ауаға таралуына болдырмайды. Су ресурстар, Қазақстан Республикасының су ресурстар және ирригация министрлігі су шаруашылық комитетінің су ресурстарын пайдалану, реттеу және қорғау жөніндегі Шу-Талас бассейндік инспекциясы 2023 жылғы жауабына сәйкес Шу өзенінің ең жақын табиғи су айдыны Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының аумағындағы жоғары Андасай кен орны учаскесіне шамамен 58 шақырым қашықтықта ағып өтеді. Кәсіпорын бойынша жалпы су тұтыну жылына 605,832 куб. Су басқа ұйымдарға берілмейді. Тұщы су технологиялық қажеттіліктер үшін 596,368 куб. Су ресурстарын теріс әсер етпейтін су қорғау шаралары. Құрылыс кезеңінде, құрылыс жұмыстары жүргізу кезеңінде қажетті тез еритін органикалық және түпкір материалдарды шарттардың астындағы арнайы қоймаларда немесе герметикалық ыдыстарда сақтау. Пайдаланылатын материалдың шашылуы, төгілу болатын учаскелерді оқшаулау. Сусымалы және сұйық материалдар жинауды және тасымалдау ретке келтіру. Дайын бұйымдар мен материалдарды пайдалану. Нужно
Қайырлы күн. Құрметті отырғандар және осы қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Саян Әлембеков, осы құрамында алтын бар кендерді өңдеу фабрикасының технологы. Су ресурстарына теріс әсер етпейтін су қорғау шаралары. Суды пайдалану кезінде қалдық қоймасында айналымды сумен жабдықтау жүйесін пайдалануға беру, тұтынылатын судың шығынын бақылау мақсатында өнеркәсіптік аймақтағы суды бөлудің технологиялық торабында су есептегіштерін көздеу, тұщы судың орнына артық айналымдағы суды барынша пайдалану, жасанды құрылыстардың жай-күйін жүйелі бақылау, судың ағып кетуіне жол бермеу үшін барлық ыдыстардың жабық тұруын бақылау, қалдық қоймасының айналасындағы ұңғымалардан жер асты суларын бақылау, жер үсті суларының мониторингі, айына 1 рет 2 рет. Сумен жабдықтау жүйесіне судың ағып кетуіне жол бермеуіміз керек. Алтын өндіру зауыты технологиясының схемасында су ресурстарын пайдалану бойынша толық тұйық айналым қарастырылған және өндірістік ағындардың жер бедеріне немесе жер үсті су объектілеріне төгілуі алынып тасталған. Содан ары пульпа қоюландыруға және қалдық қоймасını сақтауға жіберіледі. Өндірістік қалдықтар. Алтын өндіру зауытын пайдалану кезеңінде қалдықтардың пайда болуының жалпы шекті көлемі жылына 300.082 тонна. Оның ішінде қауіпті қалдықтар жылына 300.009 тонна, осының 300.000 тоннасы қалдық қоймасында сақталады. Ал қауіпті емес қалдықтар жылына 72,8 тоннаны құрайды. Ол жаңа біздің пластика, макулатура, стекло қауіпті емес қалдықтарға. Қалдықтарды басқару жөніндегі іс-шаралар. Құрамында сынап жоқ. Негізінен жарық диодты энергия үнемдейтін шамдарды сатып алу және пайдалану. Өндірістік қалдықтарды кейіннен кәдеге жаратып отырып, қалдықтарды бөлек жинау жүйесін жүзеге асыру. Қалдықтардың әрбір түрін арнайы бөлінген жерде жинау. Қалдықтарды жинау үшін арнайы алаңдар құру. Қалдықтарды уақытында сақтау үшін жабдықталған алаңдарда орнатылған арнайы контейнерлерді пайдалану. Контейнерлерге арналған алаңдарды жақын маңдағы аумақты таза ұстау, санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес контейнерлік алаңдарды жабдықтау. Жинақталуына қарай барлық қалдықтарды шығаруды шарт бойынша мамандандырылған ұйым жүргізуі қажет. Аумақты қоқыстардан және қалдықтардың барлық түрлерінен қалдықтарын тазарту, сондай-ақ жұмыстар аяқталғаннан кейін келісілген орындарға кәдеге жарату үшін шығару. Ұсынылған табиғат қорғау іс-шараларын жүзеге асыру аудандарда халықтың тұруы үшін нормативтік санитарлық гигиеналық жағдайлар тұрақтандырылатын болады. Байыту қалдықтарын қоспағанда барлық арнайы белгіленген орындарда жинақталатын болады. Қалдықтарды түзілу орнында уақытша жинақтау, оларды жинау күніне дейін 6 айдан аспайтын мерзімге сәйкес көзделген. Осы есеп шеңберінде 2025-2029 жылдарға арналған осы қалдықтарды орналастыру бойынша ұсыныстар ұсынылды. Қалдық қоймасының сыйымдылығы 2025-2029 жылдар аралығындағы кезеңде жыл сайын 300.000 тонна көлемінде байыту қалдықтарын орналастыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Белгіленген қызметті жүзеге асыру процесінде түрлердің құрамына, фаунаның санына, тіршілік ету ортасына, көбею жағдайларына, көшіп-қону жолдары мен жануарлардың шоғырлану орындарда нормативтен тыс әсер етілмейді. Бұл Жамбыл облыстық орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аймақтық инспекциясы берген ақпарат бойынша құрылыс учаскесі мемлекеттік орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аймақтардан тыс жерде орналасқан. Келесі. Қалдық қоймасы бар алтын өндіру зауытының құрылыс алаңын салу үшін учаскенің ауданы 16,2 гектар және қалдық қоймасының жер учаскесі ауданы 20,3 гектар орналасатын болады. Жоспарланған қызметтің нәтижесінде жұмыс учаскелерінің шекараларында және техногендік ландшафт қалыптасады. Ол алтын өндіру зауытын пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін қалпына келтіріледі. Барлық ғимараттар мен құрылыстардың бөлу шекарасы шегінде орналастырылатын болады. Жоспарланған қызмет объектілерін орналастыру учаскелерінде ауыл шаруашылығы өнімі бар егіс алаңдары тікелей жоқ. Материалдық активтер, тарихи мәдени мұра объектілері, ландшафттар.
көзделіп отырған қызмет орналасқан учаскелерде тарихи немесе мәдени құндылығы бар деп танылған объектілер жоқ. Бұл Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясы келісілген. Жамбыл облысы әкімдігі ветеринария басқармасының Жамбыл облысы ветеринариялық станциясы жауабына сәйкес жоспарланған мал қорымдарының және Сібір жарасы бар желі орындарының аумағында табылған жоқ. Қоршаған ортаға шекті физикалық әсерлерді негіздеу. Бұл жобада физикалық әсерлерге шу діріл келеді жатады. Салынып жатқан ғимараттардың ішінде ғимараттарды функционалдық аймақтарға бөлудің және үй-жайлар мен технологиялық жабдықтарды өзара орналастырудың шудан қорғау қағидаттары қамтамасыз етілетін болады. Технологиялық жабдық шудан қорғау іс-шараларын экрандауды, шу мен діріл оқшаулағыш төсемдерді пайдалану. Технологиялық жабдыққа арналған жеке іргетастардың құрылғыларын ескере отырып орнатылады. Дыбыс сіңіргіштер пайдаланылады. Жұмыс аймағына арналған гигиеналық нормативтер асатын жұмыс орындарында персонал және қорғаныс құралдары қолданады. Есептеулер бойынша физикалық факторлардың әсері нормативтік санитарлық қорғау аймағының мөлшерімен шектеледі және оның шегінен шықпайды. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі біздің ұсынып отырғанымыз аяқталды. Құрметті қатысушылар, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ менде. Мен өзім таныстырып өтейін, мен осы ауыл тұрғыны Шапароза Қайратқызы. Бізде осы екі мәселе. Өздеріңіз білесіздер, Ақбақай ауылы шалғай мекен болғандықтан бізде ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылса және де әлеуметтік жағдайы бойынша ауыл тұрғындарына көмек көрсетілсе. Бұл сұраққа жауап беруге рұқсат етіңіздер. Мен осы Хантау Minerals жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бас директоры болып табыламын. Атым Амиров Нұржан Жексенбаевич. Көптеген орнымыз бар. Алдында да осы Мойынқұм ауданының әкімшілігімен, әкімшілік басшыларымен біздің келісім сөздеріміз бар. Бүгіндікке дейін енді сәт салмаған шығар. Бұл кісілерді тек осы Ақбақай ауылының адамдары бізде жұмыста жоқ. Но дегенімен қазір атап өтсем, мысалы шудан, тек қана шудан бізде 12 адам істейді. Мойынқұмның өзінен 39 адам істейді. Көктеректен 4, Мирный кентінен 6 адам, қалған енді Қордай неден. Жалпы осы барлық біздегі жұмыскерлердің 42,7%-і жартысына жуық қобасы осы жергілікті төңіректе істейді. Енді менің айтайын деп отырған ұсынысым осы отырысты пайдаланып бір протокол жасайық. Келісім шарт сіздердің жаңағы айтылған жұмыс істеймін деген ынтасы бар жас түйіндемелерін жинаңыздар. Біздің отдел кадров дейді ғой, сол кісілер қарастырсын, жұмыс орындары бізде болашақта қазір ашылуы мүмкін. Қазіргі істемей жатқан адамдардың ішінде қандай орындарымыз бар, қарастыра аламыз деген. Содан бастайық жұмысты. Келесіден әлеуметтік көмек дегеніміз жағынан айта кететін бірне. Бүгінгі күнге дейінгі аудандық бюджетке төлем ақымыз, мысалы 22 пен 25-те қосып айтса, 549 миллион екен. Оның ішінде тек қана бюджеттік төлемдер ол 472 миллион, а социалдық төлемдер 77 миллион. Тек қана мынау Мойынқұм, оның ішінде Ақбақайға социалдық төлемдер контракт дейді ғой, контракттың қарамағындағы төлемдер ол 8 миллион теңге тұрады. Енді ол жай ғана сан болғанымен, бұл да бір осы
ауданның өсіп өнуіне бір үлестеріміз деп ойлаймын. Жалпы енді біздің мекемеміздің қағидасы енді жеріміз, отанымыз болғаннан кейін ішіміз, бауырымыз ел жүрмесе, онда не үшін жұмыс істеп жүріп қой. Экологиялық жағдайларды максималды түрде іс-шараларды қолданып, орынға қалыпқа келтіру. Жаңағы біздің баяндаушыларымыз бір аз факт емес, енді біз қалдықтарды сақтау кезіндегі цианид дейді ғой, цианидтен көбісі қорқады. Цианидті залалсыздандыру бөлімі салуымыз деп отыр. Бұл үшін одан кейін өндірістен шыққан суды біз қайтадан өндіріске саламыз ғой, зияны болмайды. То есть цианидтің ультракүлгін сәулелері бар ғой, сол арқылы да залалсыздандырады. Біз тағы еще химикалық реагенттер арқылы залалсыздандырамыз да, одан кейін оны көміп, ол кәдімгідей ұнтақталған құм болып қалады. Оның ұшпас үшін ауаға біз оны қазір құрылыс кезінде жердің бетінен сыпырылып тастаған растительный слойды ғой, құнарлы жер қыртысын алып сақтап қоямыз да, соның бетіне жауып қайтадан өсімдіктерді қайтадан орнына келтіру проект бойынша, жоспардың бойынша сондай жұмыстар істелген. Енді келесі социалдық көмек дейсіздер ғой. Социалдық көмектің ішіне айта кеттім, ол бюджетке салық ретінде, социалдық көмек ретінде ол бір бөлек. Бүгіндік күнге дейін жаңа жылдық балаларға подаркілер біз бөліп тұрамыз. Халықаралық әйелдер күніне сый-сияпаттарымыз бар. Аздағандай болса да, ендігі жоспарымыз осы сол протоколдың ішіне екінші бөлім екінші пункт дейміз ғой, көмір жағынан, сіз басында айтқанымыздай, көмір жағынан біз өз жағымыздан көлігімізді бәрін ақысыз өз жағымыздан, өз тарапымыздан алып түсіріп беруге дайынбыз. Осы 25-26 жылғы қысқа. Сіз нақты берсеңіздер, мұны аз қамтылған отбасылар болып, соны әкеліп списігін берсеңіздер, бір күнде емес, осы август айынан бастап біз өзімізге көмір тасимыз. Көлемін 8 тонна, 5 тонна, 10 тонна жазып өздеріңіз бөліп кетсеңіздер, ол жоспарды біз қолдаймыз. Тағы андай бұл протоколды не үшін жасап отыр? Ол протокол бізге де обязательство, былайша айтқанда, сіздерге де гарантия дейді ғой. Оны орындауға біз міндеттіміз. Басында да айтып кеттім мен. Жергілікті тұрғындар, осы жерден 3 шақырым жердегі Сарысу ауылынан туып өскен жер. Осы жердегі шөліміз, сексеуіліміз, жыңғылымыз барлығымыздың жерге керек. Ол жағынан қан жемеулерімізге болады. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Давайте спросим онлайн участников. Серик. Онлайн қатысушылар, сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Естетіп тұрмын, мынау дауыс тарап. Айбек қайгет. Чат, это исправление. Нет никаких вопросов. Со стороны онлайн-участников. Давайте зафиксируем. Сұрақтар жоқ па, жауап берсін, сұрақтар жоқ. Фиксация жасаймыз. Фиксация. Да. Дауысы бар ғой, сұрап отырмыз, онлайн қатысушылар сұрақ бар ма деп, сол естіліп отыр ма? Жоқ, ол жаққа естіліп тұр, олардың дауысын сіз мына жақтан өшіріп тастадыңыз ғой бағана.
сол бар ма жоқ па соны фиксация жасайық та. Şu mikrofon çıkıp durur olacakta. Bizim Olmasa yerinde. Fark olmasa. Жоқ қатты жоқ. Қазір сөйлейтін может первый раз бізге қарай. Все, егер ол сұрақтарыңыз жоқ болса, болмаса әкім мырза сіз жабасыз ғой, иә? Құрметті қоғам тыңдауға қатысушылар, келіп түскен барлық сұрақтарға жауап ескертілген ұсыныстар алынып, хаттамада көрсетілетін болады. Тыңдаулар хаттамасы жасалады, қол қойылады және экологиялық порталға енгізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 23-ші тармағын ескере отырып, қоғамдық тыңдауларды өтті деп есептеледі және жабық деп жарияланады. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.